Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы 14 санының құрамы, менің сүйікті үй жануарларым. Яғни бүгінгі сабақта біз сүйікті жануарларымыз туралы айтатын боламыз. Біздің сабағымызда бүгін бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі бір таңбалы саннан 14 санын құруды үйренетін боламыз. Балалар, сендер қандай үй жануарларын білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Ал олардың үй жануарлардың адам үшін пайдасы бар ма? Адам үшін пайдасы өте көп. Олар сойсақ мал, жесек ет, ішсек сүт. Мысықтың өзі біздің үйімізді итіміз күзетсе, мысық үйімізді тышқандардан тазартады. Яғни әрбір жануардың, үй жануарларының адамға пайдасы өте көп. Ал сен білесің бе? Мысық өте саққұлақ жануар. Қорегін аулағанда дыбысын сездірмей, саусақтарының ұшындағы тырнақтарын майлы табанына жабыстырып алып білдіртпей жүреді. Ит нағыз ет қоректі жануар. Тістерінің ішінде ең жақсы дамығаны азу тісі. Иттің есту, көру, иіс сезу мүшелері өте жақсы жетілген екен. Балалар, есімізде сақтап біле жүреміз. Мына суретке мұқият қарайықшы. Аквариумда алтын балықтардың саны нешеу екен? Кәні санайық. Ал көк балық ше? Алтын балық 9, көк балық нешеу екен? 5 екен. Яғни 9 пен 5-тің қосындысын сандық сәуле арқылы есептеп көрейік. 9 санына 5 санын сандық сәуле арқылы қосатын болсақ, яғни 9 санына белгілейміз. Енді ары қарай 5 рет аттаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Неше болды балалар? 14. Яғни 9 пен 5-тің қосындысының мәні 14 болады екен. Ал енді 14-тен 6-ны азайтатын болсақ ше? 14-тен 6-ны азайтатын болсақ, 6-ның қай сандардың құрамы 6? 4 пен 2-ның қосындысы бола алады. Яғни 14-тен 4-ті азайтамыз, 10, 10-нан 2-ні азайтамыз, 8 қалады екен. Жіктеп талдай отырып шығарамыз. Мұқият зер салып қараймыз. Яғни есептейміз. 14 пен 5-ның айырмасы, 18 пен 6-ның қосындысы. 14 пен 5-ның айырмасы 9, 18 пен 6-ның қосындысы ше? 24 жарайсыңдар. 14 пен 9-ның айырмасы, 14 пен 7-ның айырмасы 7 дұрыс. 37 мен 4-тің қосындысы 41. 14 пен 9-ның айырмасы 5 болады екен. 44 пен 9-ның айырмасы 36 болады екен балалар. Қосуда да, азайтқыштарды қосуда екінші қосылғыштар арқылы жіктеп толық ондыққа айналдырып шығарсақ болады. 6 мен 8-ның қосындысы 14, 21 мен 3-тің айырмасы 18. Есептер шығарайық балалар. Бәріміз бірге орындаймыз. Берілген есепке кері есептер құрастырып, оларды шығарамыз. Аквариумда 14 балық бар. Барлығы неше балық екен? 14. Қызыл балық неше екен? 8. Ал қалғандары көк балық. Көк балықты қалай табамыз балалар?
Дұрыс айтасыңдар. Барлық балықтан қызыл балықты азайтамыз. Сонда неше балық? Аквариумда көк балық неше екен? 8 көк балық бар екен. Ал енді аквариумда 6 қызыл балық 6-ау. Келесіп құрастырамыз. Көк балық 8. Барлығы неше балық? 6 мен 8-дің қосындысы неше болады балалар? 14. Бұлар кері есептер балалар. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін табамыз. 9 бен 4 сандарының қосындысына 5 санын қосамыз. Неше болады екен? 18. Келесі оқимыз. 8 бен 6 сандарының қосындысынан 7-ні азайтамыз. Жазамыз балалар өрнектеріне. 8 бен 6-ның қосындысынан 7-ні азайтса 7 қалады екен. 7 санына 13 бен 9 сандарының айырмасын қосамыз. 14 бен 9 сандарының айырмасына 6-ны қосамыз. Неше болады екен жауабы? 11. 14 санынан 12 мен 5 сандарының айырмасын азайтамыз. Мәні 7 болады екен. Дұрыс есептей алдық па балалар? Үйде 13, 14, 18, 17 сандарының құрамдарын үнемі қайталап жүреміз. Сонда шапшаң есептеуге үлгереміз балалар. Бүгінгі сабақта менің үйренгенім 14 санының құрамын білемін. 2 бір таңбалы саннан 14 санын құруды үйрендім. Есептің қысқаша шартын құрастыра аламын. Есеп шығара аламын. Өрнектер құрастырып, мәнін таба аламын. Сау болыңдар балалар.